мына менің осы бүгін парақшамдағы барлық шаруашылар бүгін мен осы кескінді көрсеңіздер басынан аяғы кеше толық көріп шығыңыздар. Мен бүгін сіздерге осы жерде болып жатқан жағдайды сіздерге түсіндіріп көрсетіп өтейін. Өте аянышты. Мына біздің шаруашылық орын Нылқаудан, Құлжаудандықтар осы мына шекара Бұратала шекаралас болып отырамыз да. Ал енді биылғы мына жағдайды өздеріңіздер біліп жатсыздар. Мына Бұраталаның шаруашылары мына жақсырақ көріңіздер. Сіздердің бастарыңызға да осындай қиыншылық келген кезде, сіздердің бастарыңызға осындай гли болу, осындай ауру себеп келген кезде біз сіздерді ешқандай да тоспай, бізбен шекаралас отырған Көкқамыр шірге жайлауына кіргізіп, ешқандай да сіздерге көмектесіп малдарыңызды кіргізгенбіз. Ал мен сіздерге мыналарды аспай тартып жолдап берейін. Мына басынан бартып тартатын болсақ деген ұзағынан созылған ұзақ көш болып жатыр. Сонда сіздер біздің Турасу жайлауына, Көкқамыр бер жағындағы жайлауларға барсаңыздар, індет кезінде сіздерге көмектесіп малдарыңызды кіргізгенбіз мына Бұраталалық шаруашылар. Ал енді бүгін біздер мына Бұраталамен шекаралас құлжалықтардың, ілеліктердің ауруын жұқтырамыз. Малы болса да хасан қыламыз, адамы болса да хасан қыламыз, өткізбейміз деп бүткіл халықты иіріп алып, бүйтіп отырсыздар. Сол заңға сая ма сіздерше? Ой, облысымыз бастығымыз, ойбай, Нұхының бастығы, облыстың бастығы ешқандай шамасы келмейді. Неге шамасы келмейді? Сонда бүткіл халықты иіріп қояды, сонда қырып тастау керек па? Bir жерге иіріп қойып, басын тартпадым, тіпті басын тартатын болсам, шошисыздар. Қаншама адамдар аттың үстіне үсініп өліп тұр. Бірінің құлағы түссе, бірінің мұрны үсіп, суықтар не тамақ жоқ жейтін. Ішетін тамақтары да шәйлеті жоқ, ыстық су. Сондай аянышты болып жатыр. Малды қылсаң, қаншама мал бар, қайтып қылсаң болады. Өздеріңіз ойлаңыздаршы. Ал енді бөр жақта шашал десе, ая жақта басал деп жатқан осы болады. Көріңіздер мына толықтай. Мұншама мәшинелер, мұншама халықты мұншама тосып қойып, бізді өстіп, аянышты халде өстіп тұрғызып. Қанша күн тұрамыз, қанша уақыт тұрамыз, оны бір өзіміз білеміз. Сондықтан мына шипеңді аспастан көріп барыңыздар. Мен басынан бастап тоқтамай отырмын. Міне шаруашылар өстіп, шаруашылардың жағдайын көрсеңіздер осылар. Сол осы жағдайларды сіздерге осы экран алдында айта кетейін деп біз жылда осақта қыстауға көшіп болатымыз, көшіп орналасып, соғымыз кешін сойып, жайланып болатымыз. Ал енді биыл болса, індет себебінен ешқандай көш алмай жатырмыз. Көшсек те малды неше рет көшсе де қайтарып әкеткен малдар бар. Неше келіп, неше кетті, өшіп